қалай төлем жасаймыз? Сізге мысалы үшін китайский QR жіберді Alipay'дің. Біз оған қалай төлем жасап жібереміз? QR арқылы егер сізге жіберсе, сіз Alipay'ге тіркелген картаңызбен перевод жасасаңыз болады. Не болмаса, Alipay'дің балансынан перевод жасасаңыз болады. Қазір мен көрсетемін сіздерге қалай болатынын. Қазір мына жерде мына сообщение келген жер бар ғой, мына жерде сообщение келген жер. Осы жерге басамыз. Мен басқан кезде мына жерде плюс тұрады, мына жерде көрдіңіз жоғарыда. Осыны басамыз. Мына жерде сканер QR код деп тұр, мына жерде көрдіңіз бе? Осыны басамыз. И QR кодты сканер жасаймыз. Мына жерде альбом деген жерге кіріп таңдаймыз. Мына QR код тұр. Таңдадық. Енді мына жерде зон деген жазамыз. Енді сканер жасап жатыр. Енді сканер жасалды. Қазір енді осы жерде қанша сумма екенін жазамыз мына жерге. Мысалы үшін ол кісіге 100 юан ақша керек болса, 100 деп жазамыз да, pay деп басамыз. Енді мына жерде таңдасаңыздар болады. Мына қараңыздар. Мынаны бассаңыздар, картаның тізімдері тұрады. Мына жерде қандай карта бар сізде? Осы Alipay'ге тіркелген. Соған бүйтіп өзгерте берсеңіздер болады, көрдіңіздер ме? Олай өзгерте бересіздер. Егер сізде балансыңызда ақша болса, мынаны да белгілесеңіздер болады. Қазір менде баланста жеткіліксіз 9 юан 40 копейкасымен ше. Соның үшін бұл серия болып басылмай тұр. Өйткені баланс жеткіліксіз деп тұр да. Осылай баланс толтырып, осылай аударсаңыздар да болады оларға. Не болса, егер баланста ақша жоқ болса, онда тікелей картаңыздан аударсаңыздар да болады. Міне осы белгілейсіздер. Белгілеп төлем пароліңізді барай. Мына жерде қызыл болып тұрған 2,19 юан не десеңіздер, ол скидка ол. Яғни төлем жасайтын кезде, осылай аударатын кезде, егер сізде көп перевод жасалып, сонда бір жеңілдік болса Alipay'іңізде, аккаунтыңызда, онда осындай жеңілдік беріп тұрады. Мына көрдіңіздер ме? Қазір менде 2,19 юан маған скидка, яғни маған жеңілдік болып тұр. Оған 100 юан аударылады да, бірақ маған менен кететін ақша 97,81 юан кетеді. Менде сонда 2,19 юан үнемдеп қаламын, қалтамда қалады. Солай аударсаңыздар болады картамен төлем кезде. Қытайлықтардың барлығында негізі осындай WeChat не Alipay болады, оларда по-любому болады. Сол барынша Alipay аккаунтының не болса осындай QR кодын сұрап алыңыздар. Соған перевод жасаңыздар болса, тікелей осы банк картасымен перевод жасауға болады. Ол жақта көпшілік жаңағы банк картасынан перевод жасай аласың ба деп айтады да. Банк картасынан перевод жасауға да болады. Ол анау PaySend деген программа бар. Сол PaySend арқылы не жасасаңыздар болады, перевод жасаңыздар болады. Яғни сіз өзіңіздің данныйыңызды жазасыз, картаңызды, и ол жақтан сізге данныйларды жібереді, картаның данныйларын. Сол картаның данныйларын жібересіз, жазып, толтырып, сосын ары қарай қанша юан жібересіз, соны толтырып жібересіздер. Мен өзім PaySendпен бұрында қолданып жүрдім, қазір енді барынша мен осы Alipay'ді қолдануға тырысамын, өйткені осы тиімді маған. Сол қытайлар айтады, менде карта бар, карта перевод жасай аласың ба дейді. Мен айтамын, сізде егер Alipay болса, маған QR жібересіз, сол QR-ға перевод жасап берейін деп. Көпшілік соған келіседі, соған маған жібереді осыны QR-ды. Сосын осы Alipay'мен QR-мен перевод жасап беремін оларға. Мына жерде енді сол айтайын дегенім, 200 юанға дейін комиссиясыз, мына жерде ешқандай комиссия ұстамайтын көрдім, мына жерде free деп тұр, 0 комиссия. 200 юаннан жоғары болса, сіздерден осы жерден комиссия ұстайды. Қазір мен көрсетейін сразу. Міне қазір мен осыны 200-ге ауыстырайын. 200 бірмен 5 деп қояйық, 205 деп қояйық. Pay деп басамыз. И менде уже мына жерден комиссия ұстайтын болады. Мына көрдіңіздер, уже мына жерде комиссия шықты. 3%. Алтыда 0,8 юан. Яғни 200-ден жоғары болатын болса, комиссия қосылады 3%. Қазір мына жерде 200 деген жүріпсен. 200-ге болып қойшы, 200 қанша болады екен. Мысалы, ровно 200 аударатын болсақ, қазір көрейік. Мына көрдіңіздер, 200 аударатын болсаңыз, ешқандай комиссия жоқ. Комиссия 0 болып тұр міне. Сол 200-ден асатын болса, уже комиссия ұстайды. 200-ге дейінгі нелердің бәрі, переводтардың бәрі без комиссия. Осылай қолдансаңыздар болады. Картамен де ыңғайлы, картаңызда, яғни юан сатып алуға уақыт болмай қалған кезде, сразу аудару керек болса, сразу картаңыз тіркелсе, сразу аударып жібере саласыздар болады. Яғни юан сатып алып, анан уақыт кетірмейсіз, сразу аударып жібере саласыздар. Бұл жерде конвертация курс Каспий банктың күнделікті курсына байланысты жүреді. Яғни мысалы ұлттық банкте 65 болатын болса, бүгін курс Каспий банкте ол примерно 66, 65-те 8 сондай болады. 1 теңгеге жетпей қосады негізі Каспий банк үстіне. Солай перевод жасап қолдансаңыздар болады. Қытайдың кез келген сайтына комиссиясыз және посредниксіз юан алуды үйренгіңіз келсе, WhatsApp-қа жазыңыздар, сол жақта үйретемін.